Өмірге сену дегеніміз, оның құпиясына толығымен ену дегенді білдіреді. Ал өмірдің құпиясына ену деген, ол егер де сен өзің дұрыс деп тапқан нәрсеге сенетін болсаң, және солай әрекет ететін болсаң, нәтижесінде бәрінің де жақсы болатынына сену дегенді білдіреді. Өткен өміріңе бұрылып қарап көрші. Мен бұған мына қырынан қарағанды ұнатамын. Өткен өміріңе назар салып қарап көрсең, қаншама сәтсіздіктер болды, қайғылы жағдайлар болды, қаншама жолың болмаған кездер болды. Осының бәрі үлкен қасірет сияқты көрінді. Біз не істерімізді де, қандай шешім қабылдарымызды да білмедік. Бірақ қалай болғанда да бұл мәселелер өзі реттелді. Тіпті кейде бұлардың өте жақсы шешімдері табылып жатты. Бұл үшін не істеу керекпіз? Бұл үшін өмірдің өзі біздің жетістікке жеткенімізді қалайды деген тұжырымдаманы, сондай-ақ біз ғаламның бір бөлігі деген, және біз бүкіл болмыспен байланыстамыз деген тұжырымдаманы қабылдай алуымыз керек. Жалпы біздің бүкіл болмыспен байланыста екеніміз, біздің бүкіл болмыспен бір тұтас екеніміз кванттық физикада өз дәлелін тапқан. Кванттық физика мен руханияттың арасындағы байланыстың, яғни кванттық физика мен біздің діни ілімдеріміздің арасындағы байланыстың бар болғаны маған өте ұнайды. Ал бұл рас па дейсіз ғой? Әрине, сөзсіз мұның бәрі шындық. Біздің басымыздан өтіп жатқан нәрселердің барлығының өз мақсаты бар, мәні бар, және ол бізді өзге бір нәрсеге бастайтын жол болып табылады. Сонымен қатар, біз өмірдің аяқталмағанын мойындаймыз. Біз басымыздан өтіп жатқан нәрселердің барлығын қабылдаймыз. Мұны болдырмаймын деп қарсыласып күресу міндетті емес. Дәл қазір қандай қасіретке, бақытсыздыққа ұшыраған болсақ та, бұл біздің шаруамыз, және біз оны өткөріп орындап шығуымыз керек. Яғни, біз оған көнеміз, бірақ біз бір сеніммен көнеміз және әрекет жасаймыз. Бұл қолыңды көтеріп берілу деген сөз емес. Бұл ешқандай амал жасамай қарап отыру деген сөз емес. Бірінші кезекте бұл екі кезеңнен тұратын процесс болып табылады. Менің өмірімде қандай жағдай туындамасын, солай болуға тиіс екеніне сенуім керекпін. Мен тап болған осы бақытсыздық, осы қиындық, мен онымен күресіп, жеңу үшін орын алып жатқанына, және мен оны міндетті түрде жеңетініме сену керекпін. Бұл маған оң нәтиже береді, себебі осы арқылы мен бойыма батылдық пен төзімділікті жинаймын. Енді мен өз амал әрекеттерімді жасай бастаймын. Бұл дегеніміз, сен өз ойыңды өзгертесің, өз сеніміңді өзгертесің, және осы орын алып жатқан жағдайларды өзгерту үшін барлығын жасайсың деген сөз. Жағдайды жақсы жағына өзгерту үшін неден бастау керек? Әрекеттің күшін асыра бағалау қиын болар. Бірақ әрекет дегеніміз сенімнен, нанымнан және қимылдан құралады. Осылайша жағдайды жақсы жағына өзгертуге барын салыңыз.